Бәріңе сәлем. Менің есімім Айша. Менің өмірімде бір қыз пайда болғалы бері өмірім түбегейлі өзгеріп кетті. Мен сіздерге оқиғаның қалай басталғанын айтып берейін. Қызым. Осы уақытта ата-анам үйге бір қызды ертіп алып келді. Және де Қызым, бұл қыз енді бүгіннен бастап сенсің. Я, солай. Айда. Сартышқа. Алмаған келсек, ата-ана мені мүлдем ұмыт кеткендей болды. Сосын мен анаммен сөйлеспекші болып, анамның қасына бардым. Анашым, мені сіңілім мүлдем жақтырмайтын сияқты. Неге олай дейсің, қызым? Себебі ол мені әпке деп те атамайды. Менен теріс айналады. Менен сөйлескісі де келмейді. Мен не істесем болады, анашым? Қызым, сен алаңдама. Мүмкін ол біздің үйге алғаш келгеннен үйренісе алмай жүрген шығар. Тіпті ол мені көргісі де келмейді. Не істесек болады екен? Апа! Ал, қызым. Мында келіңізші. Қазір барамын. Қызым, мен бір амал таптым. Мүмкін менің қазір шақырамын, сосын кейін сен онымен сөйлесіп көрерсің. Сосын анам бізді бір бөлмеге жинады. Біз сөйлеспекші болдық. Енді екеулерің тез тіл табысып кетіңдер. Тырысамыз, анашым. Ендеше мен барайын. Жоламашы маған, сары тышқан. Неге ол маған бұлай қарайды? Барып сол үшін келмесем. Бұл менің анамның бөлмесінен шығып атқан дауыс сияқты. Барып көрейін. Менің оқығанды тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар. Келесі бөлімді күтіңіздер.